Арамза арбаушылар. Олардың құрығынан құтылу үшін көптеген жұмыстар жасалуы керек. Соның ең бастысы адамның сауаттылығы. Сана сау болса, адам да сау болады. Санасы уланған адам тұңғиық шыңыраудың топалаңына тап болады. Барлығы қызығушылықтан басталады. Олар сол кезден бастап өзінің құрбандарын бүге шегесіне дейін зерделеп, диалог орната бастайды. Кейін бірте-бірте сеніміне кіріп, өздерінің бауыр екенін, кез келген жағдайда көмектесетіндерін айтып, барынша сендіреді. Иландыру үшін жылы-жылы сөздерін айтып, адамға таныс емес ақпараттарын айта бастайды. Менің мақсатым дін атын жамалап отырып, теріс пиғылды деструктивті идеологияны насихаттаушы арбаушыларға қарсы бағытталған жұмыстар жүргізу, олардың іс-әрекеттерін әшкерелеу және де халыққа ақ-қараны ажыратып беру. Уақытымның басым көпшілігін өңірдегі діни ахуалды зерттеп, оларға дер кезінде талдау жүргізуге арнаймын. Егерде бір ақпаратты қалт жіберіп алсам, немесе зерттеу кезінде қателесетін болсам, арбаушылар тағы бір адамға өз насихаттарын жүргізіп, құрықтарына іліп әкетуі мүмкін. Мен дінді насихаттаушы емеспін. Мен дінді зерттеушімін. Маған маңыздысы дінаралық және конфессияаралық татулықты нығайту, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, тұрақтылық пен ынтымақтастықты сақтау. Олар рұқсат етілмеген діни әдебиеттер арқылы адамдарды алда барбақсы келді. Бірақ мен дер кезінде оқиға орнынан табылып, олардың арам пиғылдарын жүзеге асуларына тосқауыл қойдым. Мен және менің әріптестерімнің барлығы ұмтылатын нәрсе бұл тәуелсіз Қазақстанның тыныштығы мен тұрақтылығы. Мен дін танушымын.